Қазақ халқының ерте заманнан бастау алған зергерлік өнері халық өмірімен, тарихымен, шаруашылығымен тығыз байланыста дамып келеді. Адам баласы ежелден әшекей бұйымдарды киімнің ажырамас бөлігі ретінде санаған. Кез келген қыз-келіншектің зергерлік бұйымдары, асыл тастары, онда бейнеленген ою-өрнек әсем келбетіне әдемі үн қосып, сымбатын одан әрі ажарландырып, тартымдылығын арттыра түседі. Олай болса, сұлулықтың нышаны болған ұлттық әшекейлерімізге қысқаша шолу жасап өтейік. Білезік сөзі білек және жүзік сөздерінің бірігуінен шыққан. Білезікті әртүрлі жастағы және әлеуметтік деңгейі әртүрлі әйелдер мен қыз-келіншектер таққан. Әр өңірде білезіктің өзіндік ерекшеліктері болған. Шығыс Қазақстанда білезіктер жұмыр және төрт қырланып соғылады. Солтүстік және орталық Қазақстандағы әйелдер жұқартып созылған, ширатылған білезіктерді қолданған. Оңтүстік өңірлер құйма, үлкен, сом білезіктерді жасаса, батыстағы жұрт көзді білезіктерді қалаған. Көзді білезіктерді үзбелі деп те атайды. Әр үзбенің үстіне тас орнатылады. Аталмыш білезікті көбіне батыс аймақтарда көп қолданған. Сәнді әрі бағалы саналатын 2-3 жүзікке шынжырлар арқылы бірігетін білезік жүзікті деп аталады. Жалпы білезіктің бірнеше түрі кездеседі. Басты назар аударатын білезіктің бір түрі 5 білезік. 5 білезік аралары шынжырмен біріктіріліп жасалған білезік пен сақиналардан тұратын 2-3 саусаққа қатар киетін сәнді әшекей түрі. Тас қондырылып, түрлі өрнектер бейнеленген білезік тойнақпен бекітіліп, оған жалғанған үзбеге шынжырлармен 2-3 сақина байланады. Білезігі жалпақ болады. Сақиналары құс тұмсық, отау түрлерінде жасалады. Үзбесі қол үстінен өтетіндей, алдымен сақиналары киіледі. Білезігіне кейде топса салынып, алып салуға ыңғайлы етіп жасалады. Білезік сонау тас дәуірінен бастап әйел әшекей ретінде қолданыла бастады. Ежелгі білезіктер сүйектен жасалған. Бертін келе білезікті күміс, алтын және өзге де қолда бар металдардан жасай бастаған. Алайда көбіне әшекейдің күмістен жасалған түрі көптеп таралды. Өйткені күміс қазақ ұғымында киелі металл болды. Ата-бабаларымыз күміс тиген жерін тазартатын, күшке ие және адам денсаулығына да тигізер пайдасы мол деп санайды. Білезік буын ауруларының алдын алады, қолдың тазалығын күшейтеді, жын-перілерді қуады деген ұғым халық арасында кеңінен таралған. Ең маңыздысы, білезік адам бойындағы күш-қуатты сақтайды.